камерасын ашып, соның нарушениесін премияны кесіп атсыздар сонда. Сол үшін қазір тағы да сөйтіп кесесіздер ма? Кеше мен список бердім мысалы. Телефон, зарядка қойған телефонда деген сөздерге батыр. Насыбай атты дегенге батыр мысалы. Сонда ана терминалға мысалы, біз ручной терминал. Магазинчиге мысалы, магазинде тұрып мысалы, қаржы жазып не істеген үшін ана терминалмен жұмыс істеген үшін зарплата төлейді. Бізге оның зарплатасы қайда дейді? Біз жұмыс істейміз сонымен мысалы. Біз сонымен сіздер нарушение таппадыңыздар мысалы. Водительге жауап жоқ. Водительге жауап жоқ. Анау не жоқ, мынау жоқ. Не істейміз водительге? Бірақ кесу керек ол водительге. Кесу үшін не істейміз? Ана төбесінде 16 сағат жанып тұратын камераны ашамыз дейсіздер. 16 сағат жанып тұратын камераны ашсаңыздар, не деп бәріміз пендеміз, адамбыз. 16 сағат любойымыздың басымызға камераны қосып, ашып көргенге қарасаңыз, любойымыздың ашып кетеміз. Біреуіңіз сол сұраққа жауап беріңіздерші, неге мен уже 2 айлық зарплатамды кесті? 2 айлығын кестім, мен өндемедім бірінші. 2 айлығын кестім мен. Алады да камераны ашады да, нарушение жоқ, мені ашып қараңыздар анда жерде. Нарушение ештеңе жоқ. Вступление жоқ. Жаңағы сбор жоқ. Не істейміз? 16 сағат тұратын камерасын ашады да, кесе салайық бұл водитель. Болды. Зарплатасын кесе салайық. Не істейміз? Кесу керек, сіздерге кесу керек. Неге сіздер басшысыздар, басшылар шопырлармен кішкене сөйлесу керек қой, адам көп. Мына шопырдың арқасында жүріп осы бар. Мысалы, паркке кіресің, бір басшыға келіп сұрайын десің, сұрайын десің, кабинетіне кіресің. Кабинетіне кірсең, анау кісі бір нарушение жасадың ба, кесті зарплатаңды. Сонда біз не? Таныс етуіміз ба, түрмеге кіріп баратырмыз ба, или біз төлеміз жатамыз ба? Мен зарплатам не үшін кесіп сұрайын деп едім десең, нарушение жасаған үшін кесіп та кесіп десең. Сол, содан кейін мынау кірес, кім, не, қандай, мысалы алдына жазып қойсын, кім не астында жұмыс етеді, кім нені қарайды жазып қойсын алдына. Мен мынандай бастықпын, мен мынандай бастықпын. Какой-то біреу келеді де жиде киіп алған, сен анаусың, мынандай айғайлап тұрады. Водитель, сен өзің 2 күн өзің ойлаңызшы сіздер. 2 күн ана 100 мың адаммен жұмыс істеп көріңіздерші. Шыққаннан кейін еще паркке келгеннен кейін жаңағындайлар тұрады бүйтіп алып керіліп. Біз водительміз ба, или біз түрмеден шыққан бір қылмыскерміз ба? Қылмыскер сияқты болады. Апа сені жай нарашыстарға барсаң, анда бар, мұнда бар. Компьютер алдында код шығарып бере салып болмай ма сонда оны? Мысалы жай заработный платаның квитогын алышын, әнеуі. Осы жерге келдім, заработный платаның квитогын беріңдерші дедім. Сол бір кішкентай қағаз компьютер алдында тұр. Бос отыр ана қыздар. Сонда шығарып бере салып қиналып, мен ана неге жіберді Жетісуға, сенің нарядчың Жетісуда деп. Сол дұрыс па айтыңыздаршы? Мен өзім жаяу жүрмекші, автобусқа кірсең, автобуста оңай айтады, водительсің ба төле дейді. Неге ол? Кесетінің бәрін кесіңіздер, енді қазір автобусқа отырасың, біз яғна водительсіз карточкамыз бар қолымызда. Соны көрсетеміз, міне бізде водительміз деп. Уже оңайдың алдында сыйлық болмады ғой бізде. Бізде оңайдың алдында сыйлық болмады уже. Кәдімгі түсіп алады да милицияны шақырады саған. Сонда не біз қылмыскер болдық па өз автобусымызда өзіміздің маршрутта келатқан балалар мысалы. Ашырып келіп десем, қай балалар бір-бірінің өзінің бауырына. Айтады, болды керек емес бауырым, отыра берсің. Отыра бересің, оңай келеді да осылай істейді. Неге осы сұрақтар көп сөйлейсіздер, басшыларсыздар ғой. Бізді қылмыскер көресіздер ма еді? Қылмысын ашуым керек дейді осы водительдерді. Не қылмысын ашқанда? Таңғы сағат 5:30-нан бастап чекинге камера жанып тұрады, түнгі сағат 11:30-ға дейін жанып тұрады. Сол үшін каждыйымыздың нарушениемізді қарасаңыздар, 18-20 сағаттың нарушение іздесеңіздер, любойынан табасыздар. Сонда сөйтіп нарушениені кесе бересіздер ме? Айтыңыздар, сұрақтарға жауап беріңіздерші маған. Біздің арқамызда зарплата алып отыр ол. Бірақ отыраттан зарплата алып отыр, нарядчиста тұрады да. Сен кімсің? Нарушение еттің ба зарплатамен кесті ғой сен? Болды ғой, не керек саған дейді, болды. Бізге сондай жауап керек па, бізге сондай? Міне дедім да, неге келдім мен? Кабинетке келдім әнеу. Доп сияқты теуіп ойнайды да, бір кішкентай квиток шығарып береді.